біз 2021 жылғы 1-30 қыркүйек аралығында өткізіліп жатқан тілдер айлығы шеңберінде манпар атты қазыққының тағамын дайындаймыз. Манпар ет әртүрлі көкөністер мен қамырдан жасалған кесектерден жасалған өте қою сорпа қазақша тағамның рецепті. Бұл керемет дәмді және қоректік тағамды дайындаудың көптеген рецептері бар. Олар ет түрінен де көкөніс жиынтығынан да ерекшеленеді. Манпар дайындау үшін қой мен сиыр еті қолданылады. Көкөністерге келетін болсақ, көп жағдайға да пияз, сабыз, болғар бұрышы мен шұңғыр қосылған еті бар қою сорпа дайындалады.